Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дегім келеді. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеоблогта кереметте осындай күшті көңіл күй сыйлайтын ерекше букет жасаймыз. Ақшадан жасалған гүл жасаймыз. Осылай өздеріңіздің жақындарыңызды сыйлап қуантсаңыздар болады. Әрине ақшаның суммасы да маңызды емес, және де қанша теңгемен жасайтыныңыз да маңызды емес. Жалпы 1000 теңгемен жасасаңыз сарғыш болады, 500 теңгемен жасасаңыз көкшіл болады. Менде бұл жерде 20 000 теңге, 20 000 теңге болғандықтан 500 теңгеден жасайын дедім, себебі көбіректеу болсын деп. 2000 мен 10 000 мен жасап та жататын адамдар бар, және де доллармен жасап сыйлаған адамды да көрдім. Сол себепті өз еріктеріңіз, өздеріңіздің қалауларыңыз. Бізге осындай ұзын кәдімгі кез келген дүкенде табылатын шпажки керек. Осындай бір пачкасын алсаңыздар жетеді. Және де мынау заттың атын білмей тұрмын. Кәдімгі документтерді, А4 парақтарды былай қыстырып қоюшы едік қой. Скрепка дей ма орысша. Сондай зат. Және де скотчыңыз болса, қайшыңыз болса болды, бар болғаны. Қазіргі осылай үшбұрышты етіп, ақшаны екі шетін көріп тұрғандарыңыздай самолет сияқты қыламыз да, теңестіріп бүктейміз. Бүктеген кезде және де ортасына осы шпажкет тығамыз. Сосын жаңағы скрепкамен қыстырып қоямыз. Міне осындай басы үшбұрышты жапырақ болып тұратын гүл болады. Ақшаға ешқандай зияны жоқ. Бұл жыртылмайды, ақша тесілмейді. Тура сол қалпында тұрады. Мына скрепка ұстап тұрады. Осылай жасайсыздар. Бұл ұзақ уақытты да алмайды екен. Енді әркімге әрқалай шығар. Мен тез істеп қойдым. Бар жоғы менде 1,5 сағат уақытым кетті. Бала-шағамен былай жүріп жасағанда осылай күшті шығады екен. Кез келген мерекеге, кез келген жерге өзіңіздің жақын деген адамыңызға жасасаңыз болады, құрбыларыңызға жасасаңыздар болады. Жалпы қиындығы жоқ екен. Осылай қыстырып шығасыздар, барлығын, ақшаның барлығын үшбұрышты гүл етесіздер. Тез болады. Және де сосын менің бір жіберген қателігім, мен скотч алған кезде, анау ең жіңішке скотчтар болады, сондайын алу керек екен. Мен ондай жіңішке скотч таппадым. Тура асығыс болды менікі. Сонымен үй жақтағы магазинде бар скотчты алдым, осы үлкенін. Бұл скотчты осылай жинап айналдырған кезде кішкене қиын болды маған. Себебі өте қалың біріншіден. Одан кейін бүйтіп айналдырған кезде жабысып қалады. Сондай қателіктер істедім. Көріп тұрғандарыңыздай осылай әдем болып тұрсын деп басын осылай біріктірдім. Және де скотчтап болғаннан кейін арасына көріп тұрсыздар, фольганы жіңішке етіп фольганы қырқып арасына салып шықтым. Кішкене аралары жабыспай ашық тұрсын деп видеода көргендеріңіздей. Және де осы алдын күйеуім подарить еткен гүлдің қағазы бар еді үйде. Сол қағаздан қиып осылай іш жағына өзінің гүлдің арнайы объемын ұстап тұратын қағазын салдым. Және де сыртынан мынау упаковкасын өзім білгенімдей жасап шықтым. Гүлдің ұш жағына тағы да шпажки жабыстырдым. Қалың болған скотчқа былай күштеп тықтым да, сөйтіп бір 7-8 шпажки жабыстырып гүлдің аяқтарын істеп қойдым. Содан өзінің лентасын осылай байлап жасап қойдым. Керемет шықты. Өзімнің сіңіліме подарить еткен болатын. Бұл жерде 40 штук 500 теңге, 20 000 теңге болады. Осындай күшті сезімде болды. Сіңілім былайша айтқанда күтпеді, ол гүл деп ойлаған екен. Қасына қосымша торт алдым. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, подписка жасаңыздар. Баршаңызға мың алғыс, өздеріңіздің жақындарыңызды осылай қуантыңыздар.